Сәлем достар, бүгін мен сіздерге жұмысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем туралы айтатын болам. Қалай регистрация жасаймыз, қалай оған заявка жібереміз, және де оған кімдер заявка жібере алады. Міне зарегистрироваться дегенді басамыз, еңбек кз-ке кіреміз. Алдымен бірінші мына жерде соискательді таңдаймыз. Енді сіз жұмыс іздеуші болғандықтан. Енді бұл жерде екі вариант бар: электронный почтамен немесе телефон номермен. Маған почтамен ыңғайлы, сондықтан почтаны тіркеп жатырмын. Төменгі жақта екі жерде пароль енгізу керек болады. Үстіңгі жақта қандай пароль енгіздіңіз, соны төменгі жаққа қайталап шығуыңыз керек болады. Екеуі бірдей болу керек. Енді мына жерде я согласен условиям деген бар, соған галочка қоясыздар. Уже сіздер аккаунт создавать етесіздер еңбек кз-не. Міне галочка қоямыз. Міне бізге почтаға смс келетін болады. Біз почтамен тіркеліп жатырмық. Міне почтаға смс жіберді. Енді почтамызды ашамыз. Мына жерде көк сілтеме тұр. Соның үстін басатын болсақ, бізді автоматом еңбек сайтына кіргізіп жіберетін болады. Енді мына жерде жоғары жақта мой кабинет деген бар, соны басамыз. Енді соискатель болып тұрық біз. Енді мына жерге имімізді жазамыз, сохранить етеміз. Енді бізде толыққанды кабинет ашылды. Енді мына жерде госуслуги деген бар, соны басасыздар. Міне регистрация лэр безработного деп тұр, соған тіркелетін боламыз қазір біз. Міне лицо ищущее работникке бірінші заявка жіберетін боламыз. Мына жерге галочка қоямыз. Подтвердить етеміз. Сізге қалай ыңғайлы? QR-мен, SMS-пен, ECP-мен. Маған ECP ыңғайлы, сондықтан ECP-мен мен қазір подтвердить ететін болам. Ищущий работаға уже заявка тастағаннан кейін, 3 күннен кейін безработный статусын алғаннан кейін барып, сіздер выплата потеря работаға заявка жіберетін боласыздар. Енді міне жерде проверка очередь деп тұр. Міне подать заявку деген бар, соны басамыз. Ищущий работаға қазір біз тіркелетін боламыз. Бізге резюме шығады. Как обычно резюме. Но бірақ бұл электронный варианттағы резюме. Мына жерде қызыл звездочкамен тұрғандардың барлығын толтырып шығуларыңыз керек. Осы уақыттан бері қай жерде тұрып жатсыздар, сол данныйларыңызды, және де сіз алдағы уақытта қандай жұмыс қалап жатсыз, соның названиясын, және де қай уақыттан бері жұмыссызсыз, соны, және де қандай зарплата алғыңыз келеді, соның барлығын өшірге жазып, енгізіп шықсаңыздар болады. Телефон номерлеріңізді міндетті түрде почталарыңызды енгізсеңіздер болады. Сосын төменгі жақта сохранить деген бар, соны басып, қазір біз ищущий работаға тіркелетін боламыз. Достар, мен берген ақпарат сіздерге пайдалы болатын болса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк, комментария қалдырып кетіңіздер. Мені қолдап, сіздер қолдаған сайын мен жақсы ақпараттармен осындай видеолар түсіріп отыратын болам. Біз резюмемізді толтырып жатырмық. Қазір мен данное время бұл видеоны монтаждадым. Негізі ищущий работаға заявка тастағаннан кейін сол күннің числосы шығады. И потом безработный статусын 3 күннен кейін алатын боласыздар. Мен айтып өткендей, жаңа мен монтаждап жатырмын деп жатырмын. Біз сіздерге толыққанды түсіндіру үшін келесі видеоны қара демей-ақ, сол барлығын бір неге видеоға сыйғызуға тырыстым. Түсіністікпен қараңыздар. Жалпы процесс осылай жүреді. Міне сохранить еттік. Міне біз тіркелдік. Міне кабинетке кіреміз. Міне госуслугini басамыз. Регистрация лэр деп тұр. Міне бүгінгі числомен, міне принять деп тұр. Міне бүгінгі числомен біз уже регистрация жасадық. Енді 3 күннен кейін безработный статусын алуымыз керек болады. Қазір мен айттым ғой, видеоны монтаждадым деді. Барлығын толыққанды көрсететін болам. Бұл процесстер уақыт алды, но бірақ та сіздерге түсінікті болу үшін барлығын осы видеомен түсіндіріп айтып көрсетіп кететін болам. Енді қазір біз безработный статусы қалай шығады, сонда көрсететін болам.
Безработный статусы шықпай, сіздер выплата потеря работаға заявка жібере алмайсыздар. Міне көріп тұрсыздар ғой. Бірінші безработный болып 3 күннен кейін статустарыңыз шығу керек. Міне безработный статусы шықты, міне күн числосы шықты. Енді выплата потеря работаға заявка жіберетін боламыз. Міне төменгі жақтан басамыз. Міне жоғары жақта міне подать заявление деген бар. Соны басасыздар. Мына KZ-тен басталатын көріп тұрсыздар, счет номерлеріңіз керек. Сіздердің күнделікті қолданып жүрген Каспий болсын, ямасы народный болсын, қандай да бір счетыңыз бар, мобильный. Сол счетты енгізсеңіздер болады. Төменгі жақта сіздердің телефон номерлеріңіз шығып тұрады, почталарыңыз шығып тұрады. Мына жерден барлығына сіздер галочка қойып шығуларыңыз керек міндетті түрде. И мына жерде отправить деген бар. Мына жерге галочка қойып жүремін мен. И отправить етем, смс-пен подтверждение жасайтын болам. SMS емес, мен ECP-мен, то есть ECP-мен подписать ететін болам. Достар, мен берген ақпарат пайдалы болса, міндетті түрде каналға жазыламыз, лайк, комментарий қалдырамыз, қолдап кетеміз. Мен алдағы уақытта, міне біз уже тіркелдік. Енді бізге 2-3 күннен кейін қанша сумма тағайындалды, сол шығатын болады. Міне суммамыз тағайындалды. Осылай сіздерге де шығатын